Сәлем оқырман. Диана өз таңдауын көрсетті, ойламаған жерден сұлтан болып шықты. Халық болып Диана үшін бақыттымыз. Сұлтан ең жақсы таңдау деп есептеймін. Міне нағыз керемет жүктеуге келетін жандар. Тәтті шай болған еді, әлі сурет видеоларын жүктеуде. Үш бірдей қайын сіңіліс бар енді. Енесінің де суретін көрсеткен болатын. Қызаларда қондыратын қызын қияларға. Қыз өсіріп, қыз берген күтіп баптап, рахмет, шексіз бар. Бәріміз шоқпыз, бәріміз бақыт тілейміз. Ал енді көрейік пікірлеріңізді. Бақытты болыңыздар. Алланың қалауымен бәрі халықтың тілегі қабыл болды. Керемет жұп, өте қуаныштымын, баянды бақыт, шексіз махаббат. Бақытты болыңдар. Кешеден бері уайымдап жүргенмін кім екен деп. Бүгін қосылайықты айтқанда секіріп қуандым. Сұлтан Диана бақытты болыңдар жандарым. Меяя жаңалық болды мынау. Интеллигентный екі адам бас қосып жатыр. Қандай күшті, фотоларыңызға қарап, өзім мәз болып отырмын. Бақытты болыңыздар, дейді оқырмандар. Сүйінші жаңалық. Көптен күткен жаңалық. Диана ханым тұрмысқа шыққалы жатыр. Кеше ғана тәтті шайын жасаған болатын. Керемет қазақи нақыштағы ресторанда болған көрінеді. Жігіттің ұсқынында атында жариялаған емес. Ол кім екен? Қалай ойлайсыздар? Диана Инстаграм желісіне шығып сол жақсы хабарды өзі жариялады. Ал бисмиллях. Болашақ отбасыммен танысу ресімі. Аллаға шүкір деп жазған болатын. Және де әдемі видео жүктеп өз ойымен бөліскен болатын. Аллаға шүкір тәтті шайымыз ойдағыдай өтті. Сүйіктімнен кезекті гүлдер. Жаңа жас, жаңа статус. Қуан қазақ елі. -1 қыз. Қызық болғандай дүкеннен таңдаған көйлегім егіз лебіз деп аталады екен. Сәйкестік. Қыздар, рахмет. Өзін таныған, оң солын ажыратқан аруларға жұғысты болсын. Шын жүректен тіледім. Диана өте бақытты екені енді көрініп тұр, ұзағынан болсын. Ал тәтті шайға дайындалып жатқан макияж мен образын көрсеткен болатын. Идеальный макияж. Шашым да арай мастеріне. Прям только люкс косметика. Ал осы видеода әкесі жылы сөзін айтып жатыр. Кешегі ол тарих. Ертеңгі осы білмейміз, бүгін себебі ғой. Бәрін себеп. Бәрін көрмесек те, жай шетімен көріп жатырмыз кіші кірім мерекені. Көп жазуларын қалдырды Диана, оқып көрейік. Жанталасып барлық сымс тілектеріңізді оқып отырмын. Жүрегім жылып, көңілім босап дегендей. Ниет пейілдеріңізге рахмет. Алладан қайтсын. Адамзаттың бәрін сүйем, деп жазыпты. Дианаға әйел бақытын тілейміз, жаңа отбасымен құттықтаймыз. Но не Загина Марай. Бүгін кімнің туған күні? Это что за красота на улице? Көктем. Пікірлерге көшсек әдеттегідей. Диана қызымыз сол күнге жеттік ау. Аллам бақытынды баянды етсін. Өзің бір керемет жансың, жаңа өмірге жол ашқалы тұр екенсің. Өмірің әрқашанда жарқын болып, қосағыңмен бақытты болғаныңды Алладан тілейміз. Өзбек еліндегі мен сияқты тілектес апа әжелерін өте қуаныштымыз, бақытты бол. Менің атам сізді жақсы көреді. Менен сұрап отырады, Диана қызымды интернеттен көріп жүрсің бе деп. Бұл жағалықты айтсам өзінің қызын ұзатып жатқандай қуанатын болар атам. Не деген бақытты жан сені алып жатқан жігіт, бағы 5 елі боп, сені алақанында ұстап, бақыт болыңдар. Қосылып жатқасын екі ел бүгін. Жат жұртты қыласын мекен гүлім. Қашаннан осылай қыз мұраты. Кетуде екен күнім. Анаң да дәлелдеп тұр екен ау. Қыз қонақ екендігін. Диана ханым, сізді қалаулым бағдарламасынан бері көріп келеміз. Қандай керемет бағдарламаны жүргізе білдіңіз. Сөз саптауыңызға, тележүргізушілігіңізге тәнті болдық. Міне Алланың қалауымен екінші жартыңызды тауып жатыр екенсіз. Құтты болсын қыздың бағы барған жері дейді ғой. Бағыңыз ашылсын, өзіңіз нағыз жар келін. Болашақта ана болатын жаста ұзатқалы жатырсыз. Бағыңыз ашылсын дейді оқырман.